Барлықтарына сәлем, құрметті Жайкод арнасын көрермендері. Сіздермен бүгіннен Қали Ерболат. Бүгін осы бейнероликтің тақырыбы 2024 жылғы топ IT мамандықтар. Егер сіз келесі жылы қай IT маман сұранысқа ие болатын сұраққа жауап таппасаңыз, біз сізге пайда боламыз. Осы бейнероликтің демеушісі біздің Front IT Skills курсымыз. Фронтенд әлеміне жол ашыңыз. Бұл жан-жақты курста сіз әдемі сайттарды әзірлеп және сатуды үйренетін боласыз. Міне сізді не күтіп тұр? Әрине, олар HTML, CSS тілдері, интернеттің негізін құрайтын тілді меңгересіз. Екіншісі бізде жаңа блок Tilda, веб-сайттарды құруға арналған конструктор платформасы. Ол арқылы сіз оңай жолмен стильді сайттарды жасауды үйренесіз. Келесі өте қызықты блок GitHub блогы. Ол арқылы біз бірнеше блокты сақтап, ғаламторға жүктеуді үйренетін боламыз. Курстың бірнеше тарифі бар. Ол бізде базовый, группа ментормен және жеке ментормен. Өзіңізге ұнайтын тарифті таңдай аласыз. Неліктен сіз біздің курсымызға қатысуыңыз керек? Ең бастысы, бұл жерде курсымыз ана тілімізде, яғни барлық жасалған материал қазақ тілінде болады. Ментордың ұсыныстары, өз білімдері мен түсініктерімен бөлісуге құмар сала мамандарынан үйренесіз. Және де қазір қажетті скилдар, жоғары технологиялар саласындағы жетекші жұмыс берушілер талап ететін білімін алу. Сондықтан, құрметті досым, таңдау өзіңізде. Егер де сізге тағы да қосымша ақпараттар керек болса, осы бейнеролик астындағы сілтемеге кіріп, көріп кете аласыз. Ал біз бейнероликті жалғастырайық. Келесі жылы өркендейді деп, ең жақсы IT мамандықтарды қарастырайық. Жасанды интеллект маманы. Осы жылғы ChatGPT интеллект артумен жасанды интеллект сәулетшілері әртүрлі салаларда жасанды интеллект саласындағы озық шешімдерді әзірлеу және енгізу бойынша жұмысты басқарады. Әрі қарай келесі IT маман ол бізде кибер қауіпсіздік маманы. Өсіп келе жатқан кибер қауіптер дәуірінде кибер қауіпсіздік талдаушылары әлі де жоғары сұранысқа ие болады. Олардың құпия деректер мен желілерді қорғаудағы рөлі маңызды болады. Өйткені олар өсіп келе жатқан қауіпсіздік тәуекелдеріне қарсы тұру үшін озық стратегияларды қолданады. Келесі бізде бұлт сәулетшілері, яғни айтқанда қорғаушылар. Бұлтты технологиялар IT инфрақұрылымының негізіне айналғандықтан бұлт сәулетшілер шешуші рөл атқарады. Олардың масштабталатын және қауіпсіз бұлттық шешімдерді әзірлеу тәжірибесі ұйымдарға икемділік пен тиімділікті пайдалануға мүмкіндік береді. Келесі ең қызық маман ол бізде AR, VR әзірлеушілер. Толықтырылған және виртуалды шындықтың қызықты мүмкіндіктері әлі де салаларды жаулап алады. AR, VR әзірлеушілері технологиямен және қоршаған әлеммен қарым-қатынасымызды өзгертетін интерактивті және тартымды қолданбаларды жасайды. Негізгі ең танымал мамандар осы болады. Сізге қай маман ұнап тұр? Соны маған комментарий астына жазып кетіңіз. Осымен, құрметті көрермен, біздің бейнеролигіміз аяқталады. Егер сізге ұнаса, лайк басып және тіркеліп кетіңіз. Және де ең бастысы, біздің курсымыз жайлы ұмыт кетпеңіз. Ол сілтеме астында кіріп, сол жақта бүкіл ақпаратты көре аласыз. Кездескенше.